iPhone. Бүгін көптен күткен iPhone 12-нің қандай екенін көрсетеді. Ортаға Apple компаниясының бастығы Тим Кук бас салып, жаңа технологиялар туралы айта бастады. Ең негізгісі ол 5G. Ол жақсы, ол жылдам интернет, ол заманауи технология деп айта бастады. Өкінішке орай ол бізге қызық емес. Өйткені бізде және TMD елдерінде 5G істемейді. Онлайн презентацияны 2 миллионнан астам адам қарады. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Бірінші мен екінші түрінде қорабында құлаққап, қуаттағыш адаптер және Lightning кабельсіз болады. Не үшін десеңіз, iPhone бағасын арзандату үшін және экологияны бұзбау үшін. Ал 12 Pro және 12 Pro Max-та қорабы толы. Өйткені олардың бағасы әлде қайда қымбат болады. iPhone 12 Pro жақтауы болаттан жасалған. Алдыңғы шынысы керамикадан жасалған. Ал ол бұрынғыдан 4 есе мықты. Процессор жағынан iPhone 11-лерде Bionic A13 болған. Қазіргі уақытта ол ең мықты процессор. Осы жолы Bionic A14. Енді ол 7 емес 5 нанометрлік транзисторлармен істейді. 5 нанометрлік транзисторлар әлемде ең бірінші қолданып отыр. Бұрынғыдан жылдам және жасанды интеллект 60%-ке жақсартылды. Процессор және видеоадаптер бұрыннан салыстырғанда 50%-ке күшейтілген. Ойын ретінде League of Legends ойынын қосты. Батыста ол ойын әлемге әйгілі. Бұрын iPhone жарық аз жерде нашар түсіруші еді. Қазір оны 87%-ке жақсартты. Бұл алғашқы смартфон 10 биттік HDR видеоны өңдей алатын смартфон. Түрі бұрынғы iPhone 4 немесе iPhone 5-ке ұқсайды. Сонымен iPhone mini диагонал 5:4 кішкентай болса да, ішкі құрылысы және өнімділігі мықты. Экраны Super Retina 2340-та 1080 нүктесі бар. iPhone 12 Pro Max 6,7 дюймді. Түстері қара, ақ, көк, қызыл және жасыл. Сонымен iPhone 12 11%-ке жұқалау, 15%-ке кішілеу және 16%-ке жарық қосылған. Камерасын жаңартты. Диафрагма 1:6. Оптикалық стабилизациясын қосты. Кең бұрышты камерада түнгі режим қосылды. Ол түнгі режим селфи камераға да қосты. Жаңа iPhone-ға MagSafe орнатты. Ол не десеңіз, ол сымсыз қуаттағанда екі құрылғы магнит арқылы қосылады дейді. Енді бағалары. iPhone 12 mini $700, яғни 300 мың теңгеден басталып сатылады. iPhone 12 $800, яғни 344 мың теңгеден басталады. Арзан смартфон туралы сөйлесіп болдық, енді қымбат смартфондарға көшейік. iPhone 12 Pro және iPhone 12 Pro Max жақтауы хирургиялық болаттан жасалған. 4 түсті болады. Дисплей 6,1 дюйм және 6,7 дюйм. iPhone фотоға жақсы түсіретін. Ал профессионалды фотографтар суретке түсіргенде RAW форматында түсіреді. Өйткені оны кейін әдемілеп тұрып бояуға болады. Салыстыру үшін RAW форматы бұрынғыдан 60 есе жақсы сапасын көрсетеді. Бағалары. iPhone 12 Pro $1000 басталады, ал iPhone 12 Pro Max $1100 басталады. Бір аптадай бұрын мен осы iPhone-дардың бағаларын жазғанда көп адам неге арзан деп сұрады. Ал енді жазып алыңыздар. Бізде iPhone 12-лердің бағалары осындай болады. iPhone mini 390 мың теңгеден сатылады. iPhone 12 450 мың теңгеден сатылады. iPhone 12 Pro 550 мың теңгеден басталады. Ал iPhone 12 Pro Max 615 мың теңгеден сатыла бастайды. Сонымен презентацияда айтылған ақпарат осы. Егер видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басуға ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, тіркелмегендер тіркеліңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.